Натурал көрсеткішті дәреже. Кез келген а санының n рет көбейтетін болсақ, оны а санының n дәрежесі деп атаймыз. Мұнда а саны дәреженің негізі деп аталады, ал n натурал саны дәреженің көрсеткіші деп аталады. Енді санның екінші дәрежесі, яғни а санының екінші дәрежесі а-ның квадраты деп аталады. Сол сияқты 2-нің квадраты және 3-тің квадраты деп аталады. Тағы сол сияқты. Ал енді санның үшінші дәрежесін, яғни а-ның үшінші дәрежесін а-ның кубы, сол сияқты кез келген сандарды, мысалы үшін 2-нің кубы, 3-тің кубы деп айтамыз. Енді мысалдар келтірейік. Бірінші мысал. Яғни бұны бұлай жазсақ болады, 2 көбейтілген 3-тің кубы дейді, яғни 3-ті 3 рет көбейтеміз деген сөз. Яғни бұл дегеніміз 2 көбейтілген 27. Бұл 54 болады. Енді мұна жерде 2-нің 4 дәрежесі, яғни 2-ні 4 рет көбейтеміз деген сөз. Мынау 4, 8, 16 деген сөз. Енді мынау дегеніміз минус 4-ті 3 рет көбейту деген сөз. Яғни бұл жерде минустардың саны тақ болып тұр, сондықтан минусты алдына жазамыз. 3-4-тің көбейтіндісі ол 64 болады. Дәрежелерді көбейту. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейткенде, оның негізі өзгеріссіз қалып, дәреже көрсеткіштерін қосамыз. Енді мұны ашып жазайық. А-ның n дәрежесін былай жазайық. А-ның n дәрежесін де осылай жазайық. Мынау m рет деген сөз. Яғни бұдан байқағанымыз а санын n қосылған m рет көбейту деген сөз. Енді мысалдарды көрсетейік. Яғни мына бірінші мысалда қасиетті пайдаланып, негізін өз күйінде жазамыз, ал дәреже көрсеткіштерін қоса саламыз. Екінші есепте де дәл солай. Бұл 3 дәрежесі қосылған 4. Яғни бұл 7 дәрежесі деген сөз. Үшінші мысалда 2-нің 2 дәрежесі қосылған 3. Бұл тең болады 2-нің 5 дәрежесі. Бұл 32-ке тең деген сөз. Дәрежелерді бөлу. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлгенде, дәреженің негізі өзгеріссіз қалып, бөлінгіштің дәрежесінен бөлгіштің дәрежесін азайтамыз. Мысал келтірейік. А-ның 5 дәрежесін бөлейік А-ның 2 дәрежесіне. Яғни мұнда А-ның 3 дәрежесі болады. Сол сияқты 4-тен азайтамыз 3-ті. Сонда 5-тің өзі болады. Енді біз білеміз, кез келген мысалға а санына а санын бөлсек, оның 1-ге тең болатын. Дәл сол сияқты А-ның n дәрежесін А-ның n дәрежесіне бөлсек, ол 1-ге тең болады. Енді біздегі мына қасиет бойынша А-ның n дәрежесін А-ның n дәрежесіне бөлсек, минус n болады. Яғни А-ның 0 дәрежесі болады. Енді мынадан шығатын қорытынды А-ның 0 дәрежесі тең болады 1-ге. Яғни 0-ге тең емес кез келген сан үшін сол санның 0 дәрежесі 1-ге тең болады. Көбейтіндіні бөлшекті және дәрежені дәрежеге шығару. Бірінші, көбейтіндіні дәрежеге шығару. Көбейтіндіні дәрежеге шығару үшін көбейтіндінің әр қайсысын осы дәрежеге жеке-жеке шығарып, оларды көбейтеміз. Мысал келтірейік. А көбейтілген b-ның 2 дәрежесі болсын. Олай болса, оны А-ның квадраты көбейтілген
бұның квадраты деп жазсақ болады. Дәл сол сияқты 2 көбейтілген 9-ның 4 дәрежесі болсын. Онда 2-ның 4 дәрежесі дейміз, және 9-ның 4 дәрежесі деп екеуін көбейтеміз. Екінші, бөлшекті дәрежеге шығару. Бөлшекті дәрежеге шығару үшін алымында бөлімінде осы сәйкес дәрежеге шығарамыз. Енді мысал келтірейік. А бөлінген Б-ның 3 дәрежесі болсын. Онда А-ның 3 дәрежесі, мынаны Б-ның 3 дәрежесі деп жазамыз. Енді екіншіден мынадай мысал келтірейік. А көбейтілген Б, С көбейтілген Д болсын. Осының 4 дәрежесі. Енді онда былай істейміз. А-ның 4 дәрежесі деп аламыз. С-ның 4 дәрежесі деп аламыз. Енді мына көбейтінің дәрежесінің қасиетіне сәйкес А-ны А-ның 4 дәрежесі және Б-ның 4 дәрежесі деп шығарсақ болады. С-ны 4 дәрежесі және Д-ның 4 дәрежесі деп шығарсақ болады. Үшінші, дәрежені дәрежеге көбейткенде негізін өзгеріссіз қалдырып, дәреженің көрсеткіштерін көбейтеміз. Мысалы, А-ның 5 дәрежесі және тең болады А-ның 5 дәрежесі көбейтілген 3. Яғни А-ның 15 дәрежесі деген сөз. Теріс көрсеткішті дәреже. Яғни А санының минус енші дәрежесі дегеніміз А санының енші дәрежесіне кері санды айтамыз. Яғни мысал келтірейік, оны түсінікті болу үшін 5 саны. 5 санына кері сан ол 5-тен 1 деген сан. Енді біз 5-тің минус 1 дәрежесі тең болады деген сөз 5-тен 1-ге деген сөз. Дәл сол сияқты 5-тің минус 2 дәрежесі тең болады 5-тің 2 дәрежесінен 1-ге тең болады. Енді бізде бөлшек сандар үшін көрсетейік. 2-ден 1. 2-ден 1-дің минус 2 дәрежесі. Яғни біз бұны бұлай жазсақ болады. 2-ден 1-ге кері сан. Ол 2-ден 1-ге кері сан 2 бөлінген 1. Осының 2 дәрежесі деп аламыз. Яғни 2-ның 2 дәрежесі деген сөз. Дәл осы сияқты 4-тен 3. Осының минус 3 дәрежесі. Бұл тең болады 4-тен 3-тің 3 дәрежесі. Яғни бұны ашсақ 4-тің 3 дәрежесі бөлінген 3-тің 3 дәрежесі. Енді тағы да мысал келтірейік. А көбейтілген Б бөлінген С көбейтілген Д. Осының минус 5 дәрежесі дейік. Онда бұда мына өрнекте кері өрнекті табамыз. Яғни ол С көбейтілген Д бөлінген А көбейтілген Б. Осының 5 дәрежесі. Енді мына жерде назар аударсақ, А көбейтілген Б алымында тұрады, яғни бөліміне түсті. Ал С көбейтілген Д бөлімінде тұрады, алымына шықты. Яғни орындары ауысты. Бұдан бұл тең болады С-ның 5 дәрежесі көбейтілген Д-ның 5 дәрежесі бөлінген Б-ның 5 дәрежесі. Енді қасиеттерге байланысты жеңіл мысалдарды шығарып көрсетейік. Біріншісі, бұны былай істейміз. Көбейтінің қасиеті бойынша X-тің 7 дәрежесіне қосамыз 8-ді. Яғни X-тің 15 дәрежесі болады. Екіншісінде былай істейміз. 2-ның 5 дәрежесін жазып аламыз. 16 дегеніміз білеміз, ол 2-ның 4 дәрежесі. Яғни бұны ары қарай 2-ның дәрежесі қосылған 4, 2-ның 9 дәрежесі болады. Енді мынау бөлімдінің қасиеті бойынша А-ның 5 дәрежесінен азайтамыз 2-ні. Яғни А-ның 3 дәрежесі. Төртінші мысалда былай жарамыз 3-тің 4 дәрежесі дейміз. Көбейтілген
x-ің 4 дәрежесі көбейтілген y-тің 4 дәрежесі болады. 5-ші мысал. Мұнда a-ның квадраты көбейтілген 2 және b-ның кубы көбейтілген 2 болады. Яғни a-ның 4 дәрежесі бөлінген b-ның 6 дәрежесі.